Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дастарханға бауырсақтармен бірге қоятын кафедегідей лепешки дайындаймыз. Бізге қажет 300 мл жылы сүт, 200 мл жылы су, 2 шай қасық дрожжи, 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық шекер. Осыларды барлығын араластырып, үстіне ерітілген 82%-дық сары майды құямыз. Егер сары май болмай қалса, сұйық майды қолдансаңыздар да күшті жұмсақ болып шығады. Енді алдын ала еленіп дайын тұрған ұнымызды массаға біртіндеп қосамыз. Жұп-жұмсақ, сәл қолға жабысатын қамыр иілеп, ыдысымыздың бетін целлофанмен жауып, көтерілуге қоямыз. Менде жылы жерде 40 минут ішінде көтерілді. Енді қалауымызша бөліктерге бөліп, пергамент қағазы төселген противеньге орналастырамыз. Мен барлығы бірдей болуы үшін 50 граммнан өлшеп алдым. Әр қайсысын осылай күлшелеп, бір-бірінен алшақтау қылып қойып шыққан соң, осылай орталарын ашамыз. Және бір жолдыққа кішкене ғана сүт қосып жіберіп, лепешкаларымыздың бетіне жағып шығу қажет. Осы кезде біздің духовкамыз жақсылап қызып тұр, нандардың беті қызарғанша пісіріп аламыз. Әр үйдегі духовканың қызу ерекшелігі әртүрлі. Мендегі мына газдың астындағы духовкамен 170 градуста 30 минуттей уақытта осылай қызарып шықты. Бұл кішкентай нандарды мен қонақтар келгенде әрдайым пісіріп жүрмін, себебі жеуге жұмсақ әрі дәмді, және дастарханыңыздың да көркі болатыны сөзсіз.